Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Менің аты-жөнім Омербаева Майгүл Өрімбековна. Қарағанды қаласы Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздермен бастауыш сынып оқушыларының функционалдық оқу сауаттылығын қалыптастыру атты тақырыпта өзімнің іс-тәжірибеммен бөліспекшімін. Мақсаты әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын арттыру. Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бүгінгі заманның басты талабы. Педагогтың шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі бұл заман талабынан туындап отырған мәселе. Жоғарғы деңгейде сабақ беретін оқытушының алдынан шыққан оқушы өмір айдындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда білім берудің алатын орны ерекше. Осы ретте оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, арман мүддесін танытуда, оларға идеялық, саяси, рухани адамгершілік, этикалық, эстетикалық тәрбие беруде басты міндет болып танылады. Олай болса, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін әр сабағымызда біз тек оқулық шеңберіндегі білімді үйретумен шектеліп қана қоймай, сонымен қоса біз әр түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды саралап ыңғайластыруымыз керек. Тұлға құзыреттілігін дамыту үшін, яғни бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда жаңа инновациялық әдіс-тәсілдердің ең тиімдісін пайдаланып, жоғарғы нәтиже береді. Құрметті әріптестер, функционалдық сауаттылық деген не? Дегенге тоқтала кетейікші. Жалпы, функционалдық сауаттылық деген ұғымды таратар болсақ, адамдардың, яғни жеке тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси, этикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор. Оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы термині кең мағынада қарапайым оқу біліктілігін емес, мәліметтерді айқындай білу қабілеттімен анықталады. Мектеп жасындағы балалардың тек оқу техникасын меңгеруі қазіргі таңда қабілеттік болып есептелмейді. Оқу сауаттылығын туралы түсінік білім алушылардың әртүрлі форматтарда берілген мәтіндерді түсіне білуі, олардың мәні мен мазмұнын түсініп тұжырымдауы және білім алушылардың мектептен тыс уақыттарда әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде оқығанын қолдана білу іс-әрекетінде қызметтерін бағалауға негізделген. Сөзімді нақтылай түссек, оқу сауаттылығы жазба мәтіндерді түсіну, өз мақсатына жету үшін оның мазмұнын қолдану, қоғам өміріне белсене қатысу үшін білімі мен мүмкіндіктерін дамыту қабілеті. Оқу сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығының негізі оқу сауаттылығы. Функционалдық оқу сауаттылығы мәтінді, аудио және видео ақпаратты түсіну, ақпаратты бір формадан екінші формаға айналдыру, мәтіндегі ақпаратты қабылдау, қолдау және қайта өңдеп пайдалану, ауызша және жазбаша қорытынды жасау, күнделікті өмірде алған білім мен біліктілігін пайдалану, осының барлығы, яғни функционалдық оқу сауаттылығына жатады.
Оқу сауаттылығының дамытуда бастауыш сыныпта өтетін барлық пәнді қамти отырып, кешенді түрде қалыптастыру өте маңызды. Себебі PISA халықаралық зерттеулері оқушының мәтіннен ақпаратты іздеу және алу, ақпаратты кіріктіру және түсінік беру, мәтіндегі хабарламаны ойлану және бағалауын тексереді. Мәтіннен ақпаратты іздеп, алу және оны бөлу бөлімінде мәтінге көз жүгіртіп, сөз, сөйлем, немесе сандық мән ретіндегі қажет ақпаратты анықтауға мүмкіндік береді. Мәтін әртүрлі. Біз негізінен мәтіндерді тек жанр бойынша жіктеуге дағдыланғанбыз. Алайда оқушының өмірде жиі кездесетін тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін форматтарына назар аударуымыз керек. Мәтіннің түрлері әртүрлі болғанмен, тұтас мәтін, тұтас емес мәтін. Мәселен, тұтас емес мәтін. Тұтас емес мәтінде ақпарат әртүрлі көзінен құралады. Әртүрлі ақпарат көзінен тұтас емес мәтін құралады. Ал енді аралас мәтін, ол тұтас және тұтас емес мәтіннен құралады. Журналдар мен веб-парақтарда негізінен аралас мәтінді ақпарат беріледі. Ал енді осы аралас мәтінді ақпаратты кешенді тапсырмалар орындауға болады. Мәселен, дүниетану, жаратылыстану сабақтарында осы кешенді тапсырмаларды пайдалануға болады. Оқушылар ас мәзірін зерттеуді үйренеді. Сонымен қоса, 3 тағамнан тұратын түскі асқа тапсырыс беруді жолын үйренеді. Тапсырыстың неше нұсқасын қарастыруға болатынын білетін болады. Сонымен қоса, ең қымбат және ең арзан тапсырыстың құнын есептей алатын болады. Көрдіңіздер ме? Ас мәзіріне жарнама жасауды үйренетін болады. Көрдіңіздер ме? Өте керекті мағлұмат. Құрметті әріптестер, мәтінмен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру кезеңдері әртүрлі. Мәселен, 1-ші сыныпта оқып үйрену, оған мәтіннің мазмұнын түсіну, сұрақтарға жауап беру. Ал 2-ші сыныпта мәтінмен жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын қалыптастыру, мазмұндау, бөлікке бөлу, жоспар құру, тірек сөздерді табу, кейіпкерлерді анықтау, оларға мінездеме беру, іс-әрекеттерін сипаттау деген сияқты кезеңдер. Ал енді 3-ші және 4-ші сыныпта бұл кезеңдер күрделене түседі. Яғни 3-ші, 4-ші сыныпта мәтінмен жұмыс істеу дағдысына қалыптастыру кезеңдері өте күрделенеді. Мәселен, мәтіннен ақпаратты алу, таба алу керек. Ойын монолог түрінде жеткізе білу керек. Мәтіндегі негізгі ойды анықтау, мазмұнын болжау, сұрақ құрастыру, тақырыбы ұқсас түрлі жанрдағы мәтіндерді салыстыру деген сияқты кезеңдермен күрделене түседі. Ал енді құрметті әріптестер, мәтін мағынасын түсіндіруде қандай әдістер қолдануға болады? Әріптестер, мен өзімнің тәжірибемде, сабағымда сіздерге біраз өзімнің іс-тәжірибемдегі әдіс тәсілдерді көрсеткім келіп отыр. Мәселен,
мәтіндегі толық меңгеру үшін, мәтінді оқушы толық меңгеруін, оқушылардың түсінген, түсінбегенін байқау үшін, мен әдебиеттік оқу сабағында сюжетті суреттермен уақыт сызығын ұсынамын. Алдарыңызда экранда мысалы сызық тұр. Бұл уақыт сызығы. Мәселен, екінші сыныпта әдебиеттік оқудағы әке мен бала мәтінін алатын болсақ, оқушылар мәтінді түсініп болғаннан кейін оның нақты түсінген, түсінбегенін байқауға, мысалы, мен осы уақыт сызығын пайдаланамын. Оқушыларға сюжетті суреттер берем. Оқушылар өздері топтаса отырып, сюжеттерді жинақтай отырып, кезеңмен кезең уақыт сызығына тізбектеп орналастырады. Яғни сұрақтар арқылы. Ең алдымен алғашқы сурет, оқиға неден басталады? Яғни ең алғашқы оқиға неден басталады? Сол суретті іздеп тауып, уақыт сызығына орналастырады. Сонан соң кезекпен кезек, ең соңында оқиға немен аяқталады? Яғни суретте, әңгімеде оқиғаның немен аяқталғанын оқушылар бірге отырып, іздестіріп, уақыт сызығына кезеңмен кезеңмен орналастырады. Бұл өте тиімді әдіс тәсіл. Құрметті әріптестер, сонан соң бағытталған оқу әдісі. Бұл әдіс мәтінді оқу барысында сұрақтар арқылы оны түсінуге бағыттайтын стратегия. Әріптестер, келесі жетелеуші 7 сұрақ стратегиясы. Бұл стратегияда өте тиімді. Мәселен, оқушылар мәтінді оқыды, оқығаннан кейін оның қаншалықты есінде қалды. Оны білу үшін жетелеуші осы бір 7 сұрақ стратегиясын пайдалансаңыз өте тиімді. Экранға мысалы не, кім, неге, қайда, қашан, қалай, егер де олай болса, не болар еді деген сияқты сұрақтар, 7 сұрақты жазып шығарып қойсаңыздар, немесе әрбір оқушыға осы сұрақтарды жеке-жеке жұптасып немесе топқа беріп қойсаңыздар, осы сұраққа оқушылар жауап іздейді мәтіннен. Осы сұраққа жауап бере отырып, оқушылардың мәтінді түсінгенін білуге болады. Өте тиімді, жақсы стратегия. Сонымен қоса, иллюстрациялық бейнелеу. Құрметті әріптестер, мен өзімнің сабағымда осы иллюстрациялық бейнелеу әдісін пайдаланамын. Оқушылардың сабақта мәтінді түсінген, түсінбегенін суреттеу арқылы бейнелеуге болады, көрсете алады. Немесе суреттерді жинастыра арқылы оқушылардың мәтінді толық түсінгенін байқауға болады. Сонымен қоса, құрметті әріптестер, барлығымызға мәлім балық қаңқасы әдісі. Бұл әдісте де өте қарапайым, барлық жаңағы сабақтарда қолдануға болады. Әдебиеттік оқуда, жаратылыстану, дүниетану сабақтарында тиімді пайдалануға болады. Мәселен, өзімнің сабағымда мен көбінесе әдебиеттік оқу мен жаратылыстану сабағында пайдаланамын. Өткен сабақтарда біз жаратылыстану сабағында омыртқалы жануарлар мен омыртқасыз жануарлар тақырыбын өткен кезде балық қаңқасы стратегиясы өте тиімді болды. Оқушылар өткен сабақта түсінген, түсінбегенін осы балық қаңқасына жаза отырып, балық қаңқасының жоғарғы жағына омыртқалы жануарларды, төменгі жағына, яғни омыртқасыз жануарларды тізбекте жазып отырса, балық қаңқасының бас жағына ұшатын құстар, төменгі жағына, яғни құйрық жағына ұшпайтын құстарды жазып, толық осы жануарлардың тобына жататын өздері дәлелдеп шықты. Яғни оқушылар дүниетану сабағынан алған тақырып бойынша бөлімді де бекітуге болады екен, өте тиімді. Оқушылардың алған білімін бекітуге болады. Өте тиімді әдіс әдебиеттік оқу сабағында да қолдануға болады. Ол түгілі қазақ тілі сабағында қолдануға болады. Зат есімге кім деген сұрақтар бойынша, мысалы балық қаңқасының жоғарғы жағына
кім деген сұраққа жауап беретін зат есімдерді жаз. Төменгі қаңқасына не деген сұраққа жауап беретін зат есімдерді жаз. Ал құйрық жағына не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап беретін, мысалы, етістікті жаз деген сияқты. Сол сұрақтарға жауап бере отырып, оқушының қазақ тілі сабағынан алған білімін бағалауға болады. Келесі әдіс, құрметті әріптестер, қатені тап әдісі. Бұл әдісте өте тиімді. Оқушылар мәтінді толық оқып шыққаннан кейін өздері 3 топқа бөлінуге болады, немесе өзіңіз кез келген әдіс арқылы 3 топқа бөлсеңіз, сонан кейін 3 топқа тапсырма берсеңіз. Мәселен, бірінші топқа оқыған мәтін бойынша, немесе ертегіні оқысаңыз, ертегіні кез келген үзіндісін суретте, немесе екінші топқа берген мәтінді, немесе ертегіні өзіңіз алдын дайындап қоясыз. Сол ертегіден жаңағы оқыған ертегінің ішінде қате бар ма екен, жоқ па екен, соны табу керек. Яғни қатені таба отырып, оқушы оқығанын, дұрыс түсінгенін біле аласыз. Ол жаңағы сіз берген тапсырманың ішінде 2 немесе 3 қате дайындап қоясыз. Оқушы қатені дұрыс тапса, яғни мәтінді түсінді деген сөз. Үшінші топқа осы берілген мәтінді, немесе үзінді, содан сахналап көрсет дейсіз. Оқушылар, яғни сахналап көрсете білетін болады. Қанша түсінгенін оқушылар рөлге ене отырып, түсінгенін сахналайды. Бұл кезде сіз оқушылардың актерлік шеберлігін байқауға болады, яғни тіл байлығын байқауға болады. Бұл әдіс өте тиімді әдіс деп ойлаймын. Мен өз сабағымда көбінесе әдебиеттік оқу сабақтарында көп пайдаланамын. Сонымен келесі тағы да бір әдіс тәсіл, ол дамытушы саралау тапсырмасы, оқушыларға себебі, нәтижесі деген жаңағы сызба беріледі, анықтама сөйлем, жаңағы анықтауға арналған сөйлемдер беріледі. Сол сөйлемдерді оқушылар сәйкестендіру керек болады. Мәселен, бұл тапсырма мен жаңағы әке мен бала деген мәтінді өткен кезде мен пайдаландым, өте тиімді әдіс болды. Оқушылар мәтінді оқып болғаннан кейін не түсіндік? Мәтіндегі нәтиже неде? Не болды дегенде оқушылар жаңағы әкесі нәтижесінде жаңағы шие сатып алды. Оны баласы және қызықты. Ал енді шие сатып алдың себебі неде дегенде оқушылар жаңа оған себеп болды таға деді. Тағы да қандай себеп болды дегенде, тағаны әкесі жаңағы ұсташыға сатты себебі. Соның нәтижесінде жаңағы ол кісі шие сатып алды деген сияқты. Оқушылар өздерінің ойларын жеткізді. Бұл өте тиімді әдіс. Бұл жаңағы әдіс оқушыларға күрделендіріп берсеңіз, тіпті жақсы. Оқушылардың бұл бір жағынан әдіс ең жоғарғы деңгейде талап етеді. Оқушыларға жаңағы анықтама сөйлемдердің бәрін дайындап қоясыз. Мәтінді оқып болғаннан кейін, сонан соң тақтаға себебі, нәтижесі деген тірек сөздерді қойып қойсаңыз, сұрақ жауап арқылы оқушылар берілген сөйлемдерді жинақтай отырып, мәтінді түсінген, түсінбегенін нақты дәлелдеп бере алады. Енді құрметті әріптестер, оқу сауаттылық қоғамдық мәдениеттің ажырамас элементі екен баршамызға мәлім. Оқу, тәрбие, білім беру, жаңа тұлғаны дамыту құралы. Қазіргі уақытта оқу адамның кіші мектеп жасында алған дағдысы және ғана емес, үздіксіз білім, білік дағдыларының жиынтығы болып табылады. Ол барлығымызға мәлім. Әріптестер, сонымен өзімнің жұмысымды қорытындылай келе, жоғарыда айтылған жұмыстардың барлығынан
көретін нәтижеміз тұлғаның сөздік қоры молаяды. Ізденімпаздыққа үйренеді. Ойлау қабілеті артады. Ойын еркін айтады. Белсенділігі артады. Шығармашыл жұмыс істейді. Қиялы ұшталады. Тапқырлыққа үйренеді. Сөзімнің соңында көнеден келе жатқан қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды. Ұстаз шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды демекші, деген даналық сөзіндей, ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі демекшімін. Қоғам тұлғаны қаншалықта жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Сондықтан тұлғаны қалыптастыруда елбасының биылғы болашақтың іргесін бірге қалаймыз жолдауын басты ұрандай ұстансақ, артық болмас, құрметті әріптестер. Өйткені болашақ тізгінін ұстайтын ұрпақтың функционалды, сауатты болуын біз назарда ұстауымыз керек. Солай емес пе, құрметті әріптестер? Сонымен, құрметті әріптестер, бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргізейік. Әріптестер, егер де сіздердің маған деген жаңағы өткен сабақтардан айтар ұсыныстарыңыз болса, кері байланыс жасап жазуларыңызға болады. Әйтеуір сұрақтарыңыз болса, кері байланыс жасап маған жолдауларыңызға болады. Олай болса, құрметті әріптестер, сонымен бүгінгі сабағым менің аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар. Барлықтарыңызға, еңбектеріңізге жеміс тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін.